Құрметті бауырлар, мына Магнумге қарсы бойкот әлі де жалғасады. Тілін білмеген бұл мәңгүрттік емес, тілін білгісі келмеген мәңгүрттік. Ішімдегі тілімде, тілімдегі жүзімде, қазақтың ақылы көзінде, қасиеті сөзінде. Кезіндегі бабамыз, Қадыр Мырзалы бабамыз не деп еді? Ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Қараңыз. Ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте дейді. Бұл бетімізде ар болып, ұят болып, намыс болып тұру керек. Ағылшындар өзінің тілін әлемдік тіл қылды. Орыстар болатын болса, өзінің тілін 70 жылда 15 республика тығып тынды. Ал енді біздің қазақ тәуелсіз ел бола тұра, өзіміздің Қазақстанда өзіміздің етегімізде тұрған бір ғана Магнумге қазақша сөйлей алмаймыз. Не деген? Сорақылық. Сондықтан да құрметті текті қазақтар, құрметті намысты қазақтар, өзіміздің тілімізге бекем болайық, өзіміздің тілімізді дәріптейік. Қазақ текке келген кезде жеті ата деген, тілге келген кезде ана тілі деп атаған. Сондықтан да құрметті аналар, тілдің дамуы үшін аналардың үлесі зор. Өзіміздің отбасымызда, өзіміздің қазақ тілін дәріптеп, бала шағамызға қазақ тілінде сөйлетіп, намысты қылып тәрбиелейтін болатын болсақ, бұндай сорақылыққа бармас едік. Магнумге бойкот әлі де жалғасады. Намысты қазақтар, текті қазақтар оған бармаңыздар. Кеше ана бір қызық таймысты көріп жатырмын. Сонда бір жігіт 5-6 тіл біледі екен. Бірақ жаңа жігіт орыс тілін білмеймін деп қалып еді, сол жердегі барлығы гу етіп күліп жіберді. Сонда қызық таймысты жүргізетін жігіт дұрыс айтады. Неге күлесіңдер дейді. Сонда бұл айып емес қой дейді. Қараңыз, сонда бізге қазақтарға орыс тілін білмеу деген, ана тілін білмеу деген сияқты сондай жанымызға құлдық сана кіріп кеткен. Сондықтан да құрметті бауырлар, өз тілімізді құрметтейік, өз тілімізді дәріптейік, бала шағамызға ана тілін үйретейік, мақал мәттел жататайып, ертегін үйретейік. Алла разы болсын.